сторон, как в костре потухшем тает уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день горели. Бүгінгі мерекелік шара Ұлы Отан соғысында құрбан болған аталарымыз бен әкелеріміздің мәңгі жас болып жадымызда сақталған жауынгерлер мен офицерлер рухына бейбіт кезде дүниеден өткен ардагерлердің армысыздар, құрметті ардагерлер, қымбатты тыл ардагерлері, мектебіміздің ұстаздары мен оқушылар, қымбатты қонақтар. Биылғы жыл елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Нұрлы жол болашаққа бастар жол атты халыққа жолдауында 2015 жыл ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы деп қазақ хандығының 550 жылдығын, Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен Конституциямыздың 20 жылдығын, ұлы жеңістің 70 жылдығын ерекше атап өткен болатын. Осыған орай мектебімізде көптеген іс-шаралар өтіп жатыр. Соның бірі ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойына арнайы салтанатты түрде ашылып отырған мектебіміздің мұражайы. Мектебіміздің бұл мұражайы өскелең ұрпаққа берері көп деп білемін. Өткенімізді білмей, болашаққа қадам жасай алмаймыз. Жеңіс күні болуымен қатар, соғыстан оралмаған үзеңгілес қатарларын еске алып, жанарларынан тамған жас тамшылары өткен күннен белгі беріп тұрғандай. Қалай ошақтың отын өшірген, қалай жанның жүрегіне жазылмас жара салған, Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 70 жыл болып отыр. Ата-бабаларымыздың осындай ерлігінің жеңісі, Ұлы Отан соғысының жеңісі қазіргі біздің сәулетті өміріміз үшін жанын қиып, кеудесін оққа тосқан батырлар, сіздердің ерліктеріңізді кейінгі ұрпақ біздер ешқашанда ұмытпаймыз және әрдайым тағзым етеміз. Құрметті ауылдастар, құрметті тыл ардагерлері, құрметті қонақтар, жүздеріңізді мұң шалмасын, көңілдеріңізге кірбің түспесін, қатарларыңыз азаймасын. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, ұзақ ғұмыр тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
миллион адамның өмірін жалмады. 1.200.000 қазақстандықтар қолына қару алып майданға аттанды. Олардың жартысынан астамы қан майданда қаза тапты. 500-ден астам қазақстандықтар Кеңес одағының батыр атағын алды. Олардың ішінде жерлесіміз Матай Байысов та бар еді. Мектебіміз атын алып жүрген батыр атамыздың ерлігінің біз үлгі өнеге етіп мақтан тұтамыз. Міне, осынау алапат соғыстың аяқталғанына 70 жыл толып отыр. Соғыс орындарыңызға отыруларыңызды сұраймын. Көтеру қабылданып, 22 маусымында 41-дің таң алдында сағат 4-ті соққанда, жұртты фашист солдаттарды жоқтанда, тұтқиылдан тыныш жатқан Самарқау шекараға келіп салды ойранды. Регулярные войска германской армии напали на нашу страну. Неміс деген пәле қара құрттай қаптап, жолындағын бәрін баса көктеп, еңіп келе жатқан көрінеді. Ауылда өңкей қатын қалаш қалып барасыңдар. Елдер кеткенде азаматтардың орнын өздерін баспасаңдар, елге күрсеу болмақ. Жасы бұлап, болған тұтанпай, азаматтардың майданға еңселері түспей кетсін. Дұрыс айтасың, қайта олардың жауды жеңіп туған жерге аман оралуын тілейік. Тілеп қана қоймай, қолдан келген көмегімізді тигізейік. Ақсақал, майданға кетіп бара жатқан інілеріңізге баса беріңіз. Берсем берейін. Мынау нұр, мынау байтақ атырабым, әр таңда ақ ниетпен атыратын, бас-басын жаудың жауызған табаны, елінің қасиетті топырағын. Өттен болашаққа гүл арманым, алтынның мақтанышы қырандарым, аялар ұлы отанның ақ жүрегін, қуаныш жеңіс болсын ұрандарым, ақ тілек ақ батамен аттандырған ортаға тек жеңіспен орындырыр. партиясының хатшысы болып жұмыс істеді. 1940 жылы партия қатарына енді. 1942 жылы қараша айында соғысқа аттанды. Воронеж әскерінің 136-шы дивизиясы 342-ші атқыштар полк бөлімінің басшысы болды. Менің атам командир болған екен ғой. Ал мынау не? Бұл Матай атаңның соғыста жазған хаттары.
Әже, оны оқиықшы. Оқи ғой Арманжан. Амандық хат. Матайдан ұл балаға. Қалай, аман есенсіңдер ме? Балалардың дене қарны сау ма? Апам ауру сорқаудан сау ма? Мен 6 рет хат жаздым. Сендерге 1 ретте хат аламадым. Тез хат жаз. Менен хал жай білмек болсаң, аман есен денсаулықтың арқасында отанымызды қорғау жолында қызмет етіп жатырмын. Колхоз. Мне холодной землянке тепло от твоей негасимой. Қыздар, Симоновтың «Жди меня» өлеңін тыңдап көріңдерші. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не жалей добра. С тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди и сни заодно, выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будет знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Ал қыздар, мұңайып отыра бергенше бір смолянка биін билеп көңіл көтермейміз бе?
берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Киевтің батыс жағында 12 шақырым жерде тұрмыз. Бұл өзі бүкіл жұртқа әйгілі соғыс болайын деп тұр. Бұдан аман қалмауымыз екіталай. Алдыма қойған одан тапсырмасын орындауға дайындалып жатырмын. Ұрыстан аман шықсам, елге барып қайтамын. Міне, бұл Матайдың 1943 жылы қолыма тиген ең соңғы хат еді. Қатарынан 4 күнге созылған атыс, бірін-бірі анықсу, қапсыз тауып шамасы келсе мет жасау. Ұзақ күндер бойы тұтаса жауған ақ жауында толықсар емес, барған сайын қоюланып, қаптаған түтін, ысқыра зуылдаған оқ желіне түсуде. Ауылдасым Рахымбай екеуміз біргеміз. Тоқта, аяғы жаралыпты, қан таусылыпты, баяу келіп. Gel ayağını baylayın, toта. Насымдардың істеп кеткенін ай. Берлинге дейін жетсем деп армандаушы едім. Кеудем, аяғым кем болғанмен, кеудем сау. Бай, аяғым, наглет саған Гитлер. Ақылып сен саматқа дейін жетсей, кел. Жоқ, мен осы тұсқа тастап кет. Кейін өзім жетіп алармын. Бәрібір өз аяғыммен жүріп жүрген жоқпын. Жоқ бауырым, қайтсем де тастамаймын. Әлі теміз жеңіспен ораламыз ауылға. Матай Борисов 136-шы атқыштар дивизиясының құрамында Днепрден өтіп, фашистерді үдене қуу кезінде пулеметші фашистердің ондаған солдаттарын жер жастандырып, батальонның өзеннің арғы бетіне Матай Борисовқа 1944 жылы 10-шы қаңтарда Кеңес одағының батыры деген жоғарғы атақ берілді.
Ал Польшаның Краков қаласының маңында орналасқан Освенцимде 4 миллион адам құрбандыққа шалынды. Олардың ішінде талай қазақстандықтардың өлім құшқаны айдан анық.
Солдаттардың көкірегі толы арман, оқ жаңбыр астында да жоғалмады. Отанмен перед боем тихие теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не в этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось, солнца не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые, нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили имена героев своих. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не в этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не в этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Биік қиратта тұрған бауырластар зиратына әжелер, аталар, балалар қол ұстасып бара жатады. Бұл бауырластар зиратында Днепр дауыл кезінде мерт болған 775 отан жауынгерлері жатыр деген жазу бар. Олардың ішінде қазақ кеңес одағының батыры, қазақ халқының даңқты ұлы Матай Байысовтың да есімі бар. Зират басына барып, гүл шоғын қойып, елден әкелген бір уыс топырақты салып, аты тасқа қашалып жазылған өмірлік серігіне бір кездегі жас келіншегінің жүзін өмірінің қасіреті мен тауқыметі шимайлап әжім салған. Сөйтсе де жауынгердің жесірі халық басына түскен ауыртпалықты көтеріп, өз бүтіннің оғын өшірмегендігін жеткізгісі келді. Украинада жерінде осы кездесуде украиндық қартана былай деген еді. Біз жерімізді жаудан азат еткен жауынгерлерді қайтадан ашып, тазалап, жаудан азат еткен бауырластар зиратына қайта жерлегенде, Матайдың бүктелген денесінен бір оқтың патронын тауып алып ашқанда, ішінде бүктелген қағазды көріп оқысақ, мен Байысов Матай, ұлтым қазақ, Қазақстаннан партия мүшесімін деп жазылған екен. Оны Мәскеудегі мұражайға өткіздік деген еді. Жыл сайын балаларын ертіп, бауырластар зиратына келетін ұл бала әжем осы күнде өмірден өткен. Батыр атамыздың есімі еш уақытта өлмейді. Хорошая,
как безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Soğuk ayıktaldı mı? Kütken jeniz jarp etti sevgi şaşıp. Jeniz geldi, kuandık köngül doyup. Жауды жеңіп батырлар елге оралды. Ата-анамен қауышты құшақ жайып. Мамыр келді ағаштар бүрін жайып. Бейбіт өмір оралды күні жарып. Шүкір деп әжелер жүр ақ жаулықтың ұшымен көздің жасын сығылады. Жер жүзінде нұр шашып жеңіс күні, жақсы үміттің шырағы жанды міне, аспан бетін қаптаған қара тұман, серпіліп зұлымдықпен сөнді түні. Жер бетін қан қақсатқан соғыс бітті, жер бетінен жамандық мүлде кетті. Жеңістің жарқын күнін жырқыламыз, аспандатып жырлаймыз жақсылықты. 70 жыл бейбіт көктем күн қайтқан, 70 жыл шуақты күн тараптарын. Есімде содан бері 70 рет ашылды жеңіс күннің парақтары. 70 жыл үзілмейді құстарым, кектеді сұм соғыстың қыспағары. 70 жыл жауымыздың ажаулығы біздің елдің үстінен ұшпағалы. Dallasın dana, balasın ana, çok
мақтайды. Өйткені олар біздің бақытымызды қорғады. Отан үшін, ел үшін құрбан болды. Отанымыздың даңқы, ерлік пен қаһармандық даңқы. Біз оның жүріп өткен ерлікке толы жолдарын, азаттық үшін күрескен ерлері мен батырларын ешқашан ұмытпаймыз. Қарттарды, майдангерлерді қадірлейік. Олардың есімдері ел есінде мәңгі сақталады. Ұмытылмас тұлғалардың бейнесі біздің көкейімізде ұялап мәңгі қала бермек. День Победы, как он был от нас далек, как в костре подошвам таял уголек. Были версты, обгорелые были, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом дрова. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Beylikçilik olsun. Buna Nazarбай azamatta bak dileyin. Yaşı uzak olsun. Düz görmegenimiz var. Yüzden askanımız var. Hoş yaşlı Nazarbay'a versin. Mezgilimin pensiyamızı alıp oturmuş. Ustap akşamızı alıp oturmuş. Yaşlar, çoğakı yaşlarga da beylikçilik bereke verip balaların derleri sağ olsun. Halkımız aman esek olsun. Мен өзім мынандай көрістеген толып тұрмыз. Өте керемет болды. Мыңда бір рахмет мына мектеп ұжымына, оқушыларға сол дәуірге сондай көріністер, сондай өлеңдер айтып жаңа сол дәуірге барып келген сияқты болды. Сіздерге көп-көп рахмет. Құрметті қадірменді ардагерлер, сіздерді ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Осындай атаулы күні біздер құрметті ардагерлеріміздің алдында ерекше бас иеміз. Бұл мереке батылдық пен ерліктің, қаһармандықтың символы, отандық деген сүйіспеншілік пен адалдықтың өлшемі. Ел басына күн туып, ер басына мұң ұялған жылдарда ардагерлеріміздің отан мен туған жердің намысын ойлап, майданда қан кешкен ерліктері ел жүрегінде мәңгілік қалады. Ардагерлеріміздің ерен ерліктері арқасында біз бүгін бейбіт өмір, бақытты ғұмыр кешудеміз. Ұлы отан соғысы біздің халқымыздың аға буын
өкілдерінің, әкелеріміз бен аналарымыздың биік рухын, ерлігі мен қаһармандығын әлемге танытқан қасіретті соғыс болса, ол жеңіс аға ұрпақтың ұлы ерлігін мәңгілікке ел жадында сақтауға арналған ең қастерлі мереке. Қымбатты ардагерлер, осынау атаулы мерекеде сіздерге және жақындарыңызға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт, шаттық тілеймін. Келесі сөз кезегі Тергеуова Шайбала апамызға беріледі. Құрметті ардагерлер, құрметті замандастар, қонақтар, осы мектептің ұжымы және оқушылары. Келген мынау 70 жылдық мерекеменен сіздерді құттықтаймын және сіздердің жанұяларыңыздағы барлық осы ауылдың тұрғындарына жақсылық тілеймін. Бұндай соғыс ешқашан болмасын. Бағанан бері мінекей мектептің ұжымының дирекциясының ұйымдастырған кино картиналарын көріп, өткендегі әкелеріміздің қандай қан майданда соғысып жан беріп жан алған оған жарларының, балаларының шығарып салғандарын көріп, өз басымыздағы өткен дүниенің бәрі есімізге түсіп, көзімізге жас алып, артынан мына сондай қуанышты күндер туғанына, одан кейін оған тәуба етіп, осы ата бабамыз біздің қорғап, жерімізді, елімізді, біздер балаларын қорғап жан берсе, біз солардың сенімдерін ақтап, мынандай ұзақта баянды еңбек етіп, үлкен табысты бейбітшілік заманда өмір сүріп отырғанымызға тәуба етіп, қуанамыз. Міне бұл бағанан бері мынау 70 жылда өткен өмір баянды еңбектің жемісі. Егерде баянды мынау еңбек болмаса, соғыста жеңісте болмаған болар еді. Қазір осы жерде соғыс ардагерлерінен ешкім жоқ, бізден тек қана сол соғыс жылдары еңбек еткен жас балалар қазір ана болып, кемпір болып алдымыз 100-ге келіп, артымыз 70-80-ге келіп отырмыз. 80-ге келіп отырмыз, 70-тегілер ілінбейді. Ол тылдағы еңбек еткенде. Ол кезде олар 2-3 жастағы балалар. Сіздердің мерекелеріңізбен тағы да құттықтаймын. Бұндай өртті соғыс болмасын. Дендеріңе саулық тілеймін. Бейбіт заманымыз мәңгілік болсын. Мына шараны ұйымдастырып отқан Ермұхан Қажыбайұлына, бұл кісінің басқарып отырған ұжымына, оқытып тұрған шәкірттерінің еңбегіне рахмет айтып, келешекте батыр аталарыныңдай еңбекқор, батыр, еңбекте табысты, мектепте оқуда озат, келешектері мәңгілік бейбіт заманда өмір сүрсін деп тілегім келеді. Ендігі құттықтау сөз бейбіт күн болса дағы соғыс өртін көріп келген Серіков Айдарға ауын соғыс ардагеріне береміз. Құрметті ауылдастарым, апаларым, тәтелерім, көкелерім, ағалар, бүгін міне жеңістің 70 жылдығын тойлап отырмыз. Мына мектеп ұжымының қойғанына балаларымыздың көрінісі қандай, көз алдымызда сол соғыс жылдары болған істердің бәрін баяндап көрсеткенде әрең шыдап отырдық. Көзімізде жас алып, көз жастарымыз сығысып алғандай, өзіміз бір шетінен осындай бейбітшілік өмірге жеткенімізге, осы балаларымыздың осындай тек қана осындай сцена арқылы, жаңағы көрсетілімдер арқылы соғыс болмасын, осындай көріністер арқылы ғана баяндап жеткізе берсін деп тілектедім. Енді сіздерді осы мерекелеріңізбен құттықтаймын. Енді жаңа тәтем айтып кетті ғой, осы соғыс кезінде болған адамдардың қатарында қазір ағамыз ғана бар,
Байшапан бағамыз. Қалған кісілердің бәрі от үйретіп кетті. Енді бұл ауылдан әр отбасынан соғысқа аттанмаған адам болмады. Бәрі соғысқа барды. Бір үйден кейде 2 адам, 3 адамнан болған адамдар. Сондықтан енді бұндай соғыс болмасын, қайталанбасын. Біз енді ауған соғысында соғысқа соғыстың өзінде көрдік деп қалжыңдап қоямыз. Сөйтсем, бала, соғыс дегенді айтпасаңшы. Соғыс деген жақсы емес ол дейді. Соғысты біз көргенбіз дейді. Жарайды көке деп қоя салды. Сондықтан ентілерім, бұндай соғыс болмасын. Сіздерге тек қана оқушылық табыс дейді. Жақсы оқыңыздар. Сіздердің өмірлеріңіз осы ата-аналардың борышын ақтап, жақсы бітіріп, әрбір осы Қазақстанымызда, елімізде үлкен бір дәрежелі азаматтар шығып атса, мынау Шұбар ауылының азаматы деп ата-аналардың әрдайым, әр ауылдың тұрғыны көкірегін қағып жүрер еді деп ойлаймын. Сіздерге іс сәттілік, жақсы оқыңыздар. Мына мектеп ұжымына көп рахмет. Ал енді сөйлемдік оқушыларға тек білдірем деушілер болса, келіп сөйлеулеріңізге болады. Бұл жағында тек бір ауыз сөз. Айтыңыздар, айтам дегендеріңіз. Мына ақсақалдарымыз айтам деген мына ұлдарыңызға, қыздарыңызға бір ауыз тілектеріңіз бар болса, айтуға рұқсат дейді. Осы мына қойылымды қоюдың авторы, режиссері мына өзіміздің қыздарыңыз Гүлзия Мералиева. Бұл кісілерге оқушыларға көп рахмет. Бата берем. Дайым бар ғой. Балатарым, бопалар, бөбектер. Сендерге Құдай тағала біздің көргенімізді көрсетмеді. Ауадарың ашық болсын, бақытты болыңдар. Söz tabalmaya kaldı karakter. Aman olur. Başka. Yavaşlık olmasın. Bütün korkularımız yok. Daytağılan kört etmez. Önemli uçlar okula. Толы жырым ағын, жалындаймын жанығамын, мен өзіңе асығамын. Алыстама жасыл бағым, сағынғанда қасыңдамын, әсем ауылым. Өшпес сатай ыстық сезім, сағыныштан сынып төзім, буланды көзім. Туған жерім менің, думандала елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, оданым бұл елім. Туған жерім менің, думандала елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, оданым бұл елім. Өзіңнен алған тағылым, аядай ғана ауылым, жібекші желің есіліп. Шашыммен ойнап даулым, сүйеді ерке таулым, асыл ауылым. Өшпес сатай ыстық сезім, сағыныштан сынып төзім, буланды көзім. Туған жерім менің, думандала елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, оданым бұл елім. Туған жерім менің, думандала елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, оданым бұл елім.
жерім менің, думандала елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, отаным бұл елім. Туған жерім менің.